Ассалаумағалейкум, құрметті Қазақ ТВ көрермендері. Бүгінгі өзіміз қолданып жүрген телефонның қызықты функцияларын талқылауды жалғастырамыз. Бірінші функциямыз: камераға кіреміз, төменгі жағына қараймыз. Төменде мультикадр, фотография, видеозапис және еще дегенді байқамаймыз. Егер осы айтылған функцияларға басқа да функция қосқымыз келсе, еще батырмасын басып, кіріп өзіңізге керекті функция үстін басып, төменге қарай тарту арқылы алдыңғы мәзірге қоса аламыз. Немесе керексіз біреуін үстін басып, негізгі беттен алып тастай аласыз. Мысалға, мультикадр үстін басып, жоғарыға қарай жылжытамыз. Осы арқылы өзгерген өзгерісті сохранить арқылы сақтай аламыз. Екінші функциямыз: егер сіздің смартфоныңыз предложениеге кіргенде немесе жапқанда жай жұмыс жасайтын болса, настройкаға кіріп, төменгі жағынан дополнительные функциясын тауып, ішінен упрощение анимаций батырмасын қосу арқылы смартфон жұмысын жақсарта аламыз. Бұл функция үнемі менде қосылып тұрады. Бұл ұсақ түйек болып көрінуі мүмкін, алайда күнделікті керекті функциялар.